Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осында 2022 жылдан бері хит болып жүрген бомба тортының жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Осы бомба тортты жасау үшін мен интернет-магазиннен пластиковый форма заказ бердім. Барлығы ойдағыдай шықты. Енді осы формаға біз қазір шоколадты ерітіп құйып аламыз. Осылай жан-жақтарының барлығын ағызып шығамыз, жетпей жатса үстінен тағы да шоколад құямыз. И осылай біз морозилкаға жібереміз шамамен 5-10 минутқа. И морозилкадан алып шыққаннан кейін осылай қатса барлығы тез әрі оңай алынады. Тура осы шардан екеуін жасап аламыз. Әрмен қарай біздің бомбамыздың бас жағы бар, сол жерін жасайтын боламыз. Ол үшін осында мен пластиковый стаканчик қолдандым. Бұл стаканчикті кез келген кондитерлік дүкендерден таба аласыздар. Бұған да тура солай шоколадымызды ерітіп құямыз. Жақсылап шайқап алып, бұны да морозилкаға жібереміз. Енді біздің бомба тортымыздың ең астын жасайтын боламыз. Ол үшін осындай мен домалақ форма алдым. Диаметрін астына жаза кететін болам. Астына силиконы форма қойдым. Бұны да тура солай морозилкаға қойып қатырып аламыз. Бізде барлығы осылай дайын болып шықты. Морозилкадан шықты. Барлығы қатқан пластиковый стаканчиктен шоколадымыз осылай оңай ажыралып алынады. Және темір формадан да шоколад оңай ажырайды. Енді тортымызды құрастырып бастаймыз. Алдымен ең астына осылай шоколадты құямыз да подложкаға жабыстырамыз. Оның үстіне тағы да еріген шоколадтан кішкене салып, жаңағы шарымыздың бір бөлшегін жабыстырамыз астыңғы жағын. Егер де сіздерде шоколад қатпай жатса, фризер қолдансаңыздар болады. Менде бөлме температурасы салқын болды, сол себептен шоколадтар бірден қатып қалды. Енді ішіне біз торт құрастыратын боламыз. Қалаған торттарыңыз құрастырсаңыздар болады. Креммен, осылай бисквиттерменен. Менде жай ғана ванильный бисквит болды. Сіздер қалаған торттарыңызды қойсаңыздар болады. Немесе ішіне торт емес, жай ғана зефирлермен толтырсаңыздар да болады. Мен жартысына осылай торт, ал жартысын осылай зефиркалармен толтырып шықтым. Енді келесі жарты бөлшегін үстінен қоямыз. Осылай арасында ашық қалып қалған жерлерін біз жай ғана шоколадпенен түзулеп жағып шығамыз. Тортымыздың бөлшегін бұғанда астына шоколад жағып, осылай жабыстырып қоямыз. Так, енді біз тортымыздың сыртына велюр дайындаймыз. Велюр дайындау үшін мұнда менде какао масло салып алдым. Шамамен 70 грамм менде мұнда. И мұнда белый шоколад тоже 70 грамм. Алдымен осыны қазір мен отқа қойып ерітіп алам. Міндетті түрде асты қалың сотейник болу қажет. Отта еріп келгеннен кейін ыстық кезінде, бізде масса ыстық кезінде белый шоколад салып жүреміз. Өзінің какао масланың ыстығымен белый шоколад еріп кетеді. Сөйтіп үстіне қажетті красительді құйып, краска пультке салып, сеуе береміз. Так, мінекей какао масло осылай еріп кетті. Енді әлімеден ол ыстық. Сол суып қалмай жатып, шоколадымызды салып жүреміз. И барлығы еріп кеткенге дейін шоколадтың тоқтамай араластырамыз. Мінекей осымен біздің велюріміз дайын. Жай ғана бізге енді түс қосу қажет. Мен қазір алдымен диоксид титана қосып, ақ түс қылып алам. Так, диоксид титана осындай бізде ол ақ краска болады. Қазір осындай құрғақ түрде болады. Оны міндетті түрде осылай ситаның көмегімен өткізу қажет. Өйткені түйіршіктері массада дұрыс араласпай қалады. Так, енді араластырып көреміз. Осымен біздің велюріміз дайын. Енді краска пультқа құямыз. Так, бізде мынау чашкамыз өте үлкен, сол себепті ішіне осындай кішкентай стаканчик салып алдым. Сол стаканчикке қазір велюрді құямыз енді. Ол енді краска пультті қосып, торттың сыртын велюрлаймыз.
қазір краскопульт шашырамас үшін жан жағына осылай пакеттерді жауып тастадым. Өйткені велюрді жасап жатқан кезінде арқасына өте қатты шашырайды. И бізде оның ішін барлығы май, сол себептен кетіру қиын болады. Барынша осылай арт жағына бір пакет қойып алғандарыңыз, немесе коробка қойғандарыңыз дұрыс. Бізде торт қазір ғана морозилкадан шықты, енді сыртын велюрлап бастаймыз. Мінекей тортымызды велюрлап бітірдік. Енді біз кез келген топпер жапсырсақ болады. Мысалы, осындай Happy Birthday деген топперді осылай шоколадпен қазір алдына қыстырып қойсақ болады. Немесе негізі әртүрлі топперлер бар. Мысалы, маме деген сияқты топперді де бұлай жапсырып қойсақ та болады. Так, мінекей топперінде жапсырдық. Осымен біздің бомба тортымыз дайын. Ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментария жазып кетіңіздер, мен міндетті түрде жауап беретін боламын.